Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге ең оңай, ең тәтті пирог вишня подснегамды жасайтын боламыз. Ол үшін керек заттар: 120 грамм қант керек, 1 жұмыртқа, 130 грамм маргарин, 4 грамм қопсытқыш және 400 грамм ұн қажет. Ал кеттік, онда тесто жасайық. Ол үшін ең алдымен жұмыртқаны ыдысқа саламыз. Одан кейін қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міне осындай біртекті маста шықты. Енді қантымызды саламыз. Қантты да венчикпен жақсылап, пена пайда болғанға дейін араластырамыз. Міне осындай болу керек. Енді маргаринді саламыз. Міне бізде осындай масса пайда болды. Енді біз ұнымызды салатын боламыз. Ұнды біртіндеп осылай араластырып отырып салу қажет. Тестамыз қатты болып қалмау қажет. Міне осындай жұмсақ тесто шығу керек сіздерде. Біріккен осындай тесто болу керек. Енді бізге осындай пакет керек. Пакетке салып, холодильникке 20 минутқа қойып қоямыз. Немесе сіз асығыс болсаңыз, қоймасаңыз да болады. Енді біз крем жасаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқаны аламыз және ақуызын бөліп аламыз. Міне бөліп алдым. Енді осының үстіне қантымызды саламыз. Миксермен немесе венчикпен ақ пена пайда болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Аппақ пена пайда болу керек. Бізде осындай ақ пена пайда болды. Осылай көтерген кезде ақпау керек. Ал кеттік, енді прослойка жасауға кірісейік. Ол үшін мен алма және бананды және шие шырынын қолданатын боламын. Сіз басқа да жеміс-жидектерді қолдансаңыз болады. Жемістерді турап алдым. Енді үстіне 1 ас қасық крахмал салатын боламын. Оның үстіне шырынды құямыз. Қасықпен жақсылап араластырамыз. Міне осылай болу керек. Арадан 20 минут өтті. Тестамызды формаға саламыз. Менде форма 27 сантиметрлік. Қалаған формаңызға жасасаңыз болады. Дөңгелектеп қолмен жайып шығамын. Немесе сіз оқтаумен жайсаңыз да болады. Міне мен тестаны осылай жайып алдым. Енді пеште көтеріліп кетпеу үшін осылай вилкамен тесіп шығамын. Міне осылай тесіп шықтым. Тестамызды 180 градус 15 минутқа пешке жібереміз. Мінекей бізде осындай әдемі тестамыз дайын болды, жұп-жұмсақ. Енді үстіне жеміс-жидектерімізді саламыз. Енді үстіне кремімізді салатын боламыз. Міне крем осындай болу керек, қою. Шпатель немесе қасықтың көмегімен салсаңыз болады. Осылай салып, біркелкі тегістеп шығамыз. Міне осылай мен тегістеп шықтым. Енді пешке 5 минутқа жіберемін. Міне бізде пирогымыз дайын. Осындай сарғыш түсті болу керек. Өте әдемі, роза сияқты. Енді сіздерге дайын пирогымызды кесіп көрсетейін.
Некесінде де осындай пирогымыз. Өте дәмді, өте жұмсақ. Мінекей осындай болу керек пирогтарыңыз. Жесең аузыңда ериді. Астарыңыз дәмді болсын.